Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі психикалық денсаулық күніне арналған онлайн шарамызды бастаймыз. Здравствуйте, уважаемые участники. Начинаем сегодняшнее онлайн мероприятие, посвященное ко Дню психического здоровья. Сначала посмотрим видеоролик. Видеоролики назарларымызды аударайық. Қайырлы күн, құрметті достар. Мен атым Ерғалиев Әбілшай Қарманұлы. Мен Жақанша Досмахамбетов атындағы жоғарғы педагогикалық колледждің дене шынықтыру және спорт мамандығының оқытушысымын. Осы шараға орай күнделікті дене дамыту жаттығуларын көрсетеміз сіздерге. Бірінші жаттығуымыз қолымызды белге қоямыз, басымызды оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуымызды аяқтаймыз. Келесі жаттығуымыз қолымызды екіға қоямыз, алға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз қолымызды белге қоямыз, оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тағы да біле. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз қолымызды тізеге қоямыз, ішке 4 рет, сыртқа 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Жаттығуымыз аяқталды. Құрметті достар, осы жаттығуларды күнделікті қайталауға сіздерге кеңес беремін. Барлығыңызға көп рахмет. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ергалиев Әбілшай Қарманович. Я преподаватель высший колледж имени Жақанша Досмахамбетова. Сейчас я вам покажу упражнения для развития мышц. Первое упражнение – это мы ставим руки в бедро, голову крутим вправо 4 раза, влево 4 раза. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ергалиев Әбілшай Қарманович. Я преподаватель высший колледж имени Жақанша Досмахамбетова. Сейчас я вам покажу упражнения для развития мышц. Первое упражнение – это у нас ставим руки в бедро, поворачиваем голову вправо-влево по 4 раза. Начинаем упражнение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. С этим мы закончим первое упражнение. Второе упражнение у нас руки ставим в плечо, вперед 4 раза, назад 4 раза. Начинаем упражнение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Второе упражнение закончено. Теперь третье упражнение у нас ставим руки в бедро, вправо 4 раза, лево 4 раза. Начинаем упражнение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Третье упражнение у нас закончено. Следующее упражнение у нас ставим руки на колени, внутри 4 раза, снаружи 4 раза. Начинаем упражнение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Четвертое упражнение у нас закончено. Советую делать эти упражнения каждый день. Всем спасибо. Құрметті студенттер, сіздер көргендеріңіздей бұл физикалық денсаулығымызды сақтауға арналған жаттығулар болатын. Енді біз психикалық денсаулық дегеніміз не екен туралы слайдқа назар аударып көруімізге болады. Көңіл күйіңді көтеріп қуана біл. Психикалық денсаулық дегеніміз не? Психикалық денсаулық
денсаулық. Құрметті қатысушылар, психикалық денсаулық сенің күнделікті өмірде қалай ойланатыныңды, Есайна. нені сезетініңді және қалай әрекет ететініңізді білдіреді. Психикалық саулықтың сіздің сезімдеріңізге, өміріңізге және өміріңіздегі басқа адамдарға әсерін тигізеді. Ол сіздің стрессті қалай жеңетініңізді, қалай шешім қабылдайтыныңызды және басқалармен қалай қарым-қатынас құратыныңызды айқындайды. Психикалық денсаулық та физикалық денсаулық сынды өте маңызды болып табылады. Сіз сезімдеріңізді қалай түсіне аласыз? Өзіңіз тап болған қиындықтардан қашудың немесе оларды елемеудің орнына ой талқысына салыңыз. Ешкім сізді өзің туралы жаман ойлауға мәжбүрлей алмайтынын есіңізден шығармаңыз. Сезім дұрыс немесе бұрыс болып бөлінбейді. Кез келген сезімді байыпты қабылдау маңызды. Ойларың мен сезімдеріңді сөзбен жеткізуге тырыс. Кейде жоқ деп айта білу, өз-өзіңізді қорғай білу. Ол өзіңізге деген сенімді, құрметті арттыруға көмектесе алады. Мен хал жағдайымды қалай жақсарта аламын? Өзіңізге мейірімді болыңыз, көңіл бөліңіз. Уақытыңды өзіңе ұнайтын адамдармен бірге өткіз. Қиындықтарды сол қалпында қабылдап, оларды шешу жолдарын табуға тырыс. Жалпы өмірде қолыңнан келетін, өзіңді қуантатын істерге ден қойып, сол істермен көбірек айналыс. Тынығу, күлкі мен қызықты істер бойыңды босаңсытудың және өзіңді жайлы сезінудің жақсы тәсілі. Күн сайын сүйікті істеріңмен айналысуға міндетті түрде уақыт тап. Мысалы, өзіңе ұнайтын музыка тыңда, кітап оқы, спортпен айналыс, немесе жай ғана тынығып демал. Кейбір жайттар сенің ырқына көнбейді, әрі өмір үнемі сені алақанына салып, аялап өтеді дегенге сенім артпаған жөн. Солай болса да, біз өзімізге лайықты құрмет көрсетуді әдетке айналдыра аламыз. Көңіл күйің болмаған немесе мұңайған кезде достарыңмен, отбасыңмен, мұғаліммен немесе психологпен, сенетін басқа адаммен сөйлес. Сіздерге назарларыңызға сенім телефондары ұсынылған. Қажет болған жағдайда осы номерлерге хабарласуыңызға болады. Өзіңізге немесе басқа да бір адамдарға көмектесу сіздің қолыңызда. Енді бейнероликке назар аударайық. Уважаемые участники, к вашему вниманию слайд «Хорошее настроение – залог успеха». Что такое психическое здоровье? Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основной благополучия человека и эффективного функционирования общества. Как я могу понять свои чувства? Вместо того, чтобы пытаться избегать проблем или игнорировать их, сосредоточьтесь на них. Никто не может заставить вас плохо думать о себе. Не забывайте. Чувства не делятся на правильные и неправильные. Важно серьезно относиться к любому чувству. Попытайтесь выразить свои мысли и чувства словами. Иногда способность сказать «нет» и защитить себя может повысить вашу уверенность в себе и самооценку. Как я могу улучшить свое состояние?
Будьте добры и внимательны. Проводите время с людьми, которые вам нравятся. Относитесь к делу спокойно и старайтесь не слишком сосредотачиваться на проблеме. Сосредоточьтесь на том, что в общем вы можете делать в жизни, что делает вас счастливым, и делайте их. Расслабление и смех, и веселье – отличные способы расслабиться и почувствовать себя комфортно. Каждый день находите время для занятий любимым делом. Например, послушайте любимую музыку, почитайте книгу, займитесь спортом или просто расслабьтесь. Есть вещи, которые не поддадутся вашим искушениям, и вы не должны верить, что жизнь всегда будет держать вас в ваших руках. Однако мы должны сделать привычку проявлять уважение к себе. Поговорите со своими друзьями, семьей, учителем, психологом или кем-то еще, кому вы доверяете, когда вы чувствуете себя подавленным или грустным. Телефоны доверия, горячие линии. Вы всегда можете позвонить и найти поддержку, найти ответы на ваши вопросы. Вашему вниманию психологический тест. А вы знали, что первое, что увидел ваш глаз, может рассказать о том, чем вы отличаетесь от всех остальных людей? Наша личность включает множество составляющих, некоторые из которых прячутся так глубоко в нашем подсознании, что даже мы сами о них не догадываемся. Посмотрите на следующие 3 иллюстрации, и то, что вы увидите первым, раскроет ваш истинный характер. Если на этой картинке первым вы увидели деревья, то вы из тех, кто знает, что иногда стоит заглянуть в неизведанное. Вы мыслите широко и всегда ищете что-то интересное. Вы умеете отделять зерна от плевел. Если первыми вы увидели губы, то вы из тех, кто все принимает за чистую монету. Вы не ищете ни в чем скрытого смысла и стараетесь принимать вещи такими, какие они есть. Если первыми вы увидели корни, то вы чрезвычайно ориентированы на рост. Вы неустанно работаете над собой и стремитесь внести свой вклад в историю. Также вам нравится помогать другим. Если на этой картинке первым вы увидели людей, то вы больше заботитесь о других, чем о себе. Вы слишком заботливы и зачастую оказываетесь в ситуациях, которые преодолеть вам не по силам. Просто вы чересчур щедры. Если на этой картинке вы первым увидели брызги воды, то вы из тех, кто постоянно ожидает катастрофы. Вы всегда подозреваете, что внешность обманчива, но не особо стремитесь копать глубже. Старайтесь не прыгать выше головы. Если на этой картинке вы первым увидели череп, то вы смотрите на жизнь с позитивной стороны. Вы склонны видеть то, что недоступно другим. Чем дальше вы копаете, тем больше интересного узнаете. Вы очень веселый и душевный человек. Если на третьей картинке вы первым увидели дерево, то вы не уделяете слишком много внимания тому, что происходит вокруг вас. Вы не склонны слишком много копаться в собственных мыслях и чаще сдаетесь, чем идете напролом. Пожалуй, над этим вам стоит поработать. Если на этой картинке вы первой увидели женщину, то вы очень наблюдательны. Вы видите многое из того, чего не замечают другие. Вы полностью погружаетесь и докапываетесь до самой сути. Иногда вы чересчур заморачиваетесь, но далеко не всегда. Если же на этой картинке вы первым увидели пейзаж, то вы немного легкомысленны. В то же время вы придерживаетесь того, что уже известно, и стараетесь излишне не мудрствовать. Не забудьте поделиться в комментариях, какой результат получился у вас и похож ли он на то, что есть на самом деле. Мне будет это интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем удачи. Пока-пока.
Назарларыңызға рахмет. Енді келесі кезекте номері 3 қалалық емханасының психологы Хайруллина Алмагүл Сансызбайқызына сөз кезегін береміз. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, құрметті студенттер. Сіздермен онлайн сұхбат болса да, естіп біліп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі отбасындағы бала тәрбиесі және балалардың қазіргі таңда психологиясы, баланың ата-анамен қарым-қатынасы. Ата-аналарға кішігірім психологиялық кеңес, баланың бойындағы жағымды қасиеттерді дамытып, жағымсыз қасиеттерден арылуға, ата-анамен қарым-қатынасын жақсартуға көмектесу. Әдепті, байсалды бала ата-ананың қуанышы екеніне көз жеткізуіміз керек. Және де бұл жерде айта кететін мәселе ата-аналардың өте үлкен жауапкершілігін күшейтуге көмектесу. Көп жағдайда ата-ана мен баланың қарым-қатынасы үшті күйлі күнделіктегі мәселелерге қарағанда өзара бірімен қарым-қатынас таппай жатады. Сол себепті ең басты мәселе ата-ана ең бірінші жауапкершілікке өз міндеттерін орындау керек. Отбасындағы баланың міндетіне аса жіті көңіл аудару керек. Бала табиғатын тану, оны түсіну, жөнімен еркелету, шынайы қарым-қатынас құру, оның бойындағы бар ерекшелікті көре біліп қабілетін дамыту, бағдарлау, ынталандыру және ұрпағын ертеңгі үшін тәрбиелеу. Отбасында баланы ең әуелі жақсы жақтарын жақсартып көрсетіп, ал жаман жақтарын үнемі бетіне баспай, сол мәселеге қалай өзара бір-бірлерімен келісім жасауға болады. Өміріміздің ең мәңгі өзегі тұлғалық тұрғыда толық қалыптасқан парасатты перзент тәрбиелеу. Мысалы, күнделікті өмірімізде баланы 5 және 8 мәрте жақындарын құшақтауымен себепсіз әңгімелесуі болуға тиіс еді. Алайда қазіргі заман талабына сай әр ата-ана отбасында жұмыс жасап, баласын таңнан кетіп кеште көрмеу себебіне байланысты небір түсініспеушіліктер пайда болады. Сол себепті өзара бір келіспеушілік пайда болған жағдайда ата-аналарға кеңес және құлақтарына алтын сырға деп айтуға болады. Ең бірінші, бала қателескен жағдайда, я болмаса балада бір қандай да қорқыныш болып ата-анасына айта алмағанда, ата-ана ең әуелі жай ғана бұлай қасына келіп баласына айтуға болады. Балам, қорықпа, мен саған сенемін, мен өзіңмен мақтанамын, кез келген сәтте өзіңмен біргемін. Қандай да бір бала бір мақтау естісе, я болмаса қарапайым бір спорт түрінен қатысып жарыстан бірінші алған жағдайда да ақылдым, сол ақылыңнан айналайын, мен өзіңмен ақылдасқым келеді. Мысалы, қарапайым бір үйге гүл өсірген жағдайда, я болмаса қандай да бір үй тұрмыстық жағдайында болсын, балаға бір киім-кешек алған жағдайда, баланың өзінің жауапкершілігін арттыру үшін жай ғана сенің өзі ойыңды білгім келеді, балам, және сен қалай ойлайсың, мынау дұрыс па, әлде мынау дұрыс па деп баланың өзара ойын дамытып, әрі қарай балада үлкен жауапкершілік тудыруға болады қарапайым нәрселерден. Сенің кей жағдайда балаларға біздер таңдау бермей жатамыз. Сол жағдайда баланың ойын білу үшін екі бағытта сұрауға болады. Қайсысын жақсы деп ойлайсың? Егер де бала екеуін де таңдамай өзінің бір қате жолын таңдап тұрған жағдайда, мұның да дұрыс шығар балам, бірақ неге сіз олай ойлайсыз деп балаңызға бір үлкен таңдау жасауға жол беру керек. Кей жағдайда өзара екі ересек адам әңгіме соғып отырған кезде балаңызға бір мақтау өзіне тіке айта алмай, және балаңызға естірткіңіз келсе, қалай жақсы көретініңізді, қалай балаңызды мақтан тұтатыныңызды екі адам бір-бірімен сөйлесіп отырған кезде, менің баламның аса тұтатын, мақтан тұтатын мінез құлығының бірі, берген тапсырмамды айтқызбай, екі айтқызбай орындайды. Баламның сол жауапкершілігіне мақтан тұтамын деп жай ғана мақтай салсаңыз да, балаларыңыз марқайып, өзін бір жақсы сезімге бөлейді.
кей жағдайда мысалы қыз балдар, ер балдар, жасөспірім шақта бір қандай да бір келеңсіз алғашқы махаббат, болмасашы оқу орнында қиыншылық, өзара қарым-қатынас, достарының арасында белгісіз бір беймаза сұрақтар мазалап жүрген болсаңыз, балаңыздың көңіл күйі жоқ болып, ешкімге сырт ақтара алмаған жағдайда сіз айтуыңызға болады. Әрқашанда үнемі мен сенің анаңмын, мен сенің әкеңмін. Әр кезде өз ойыңды балам маған келіп айтуыңа болады деп. Болмаса қазіргі кезде психология жағынан жақсы дамыған психологтарға баруға болады. Яғни біздің номер 3 қалалық емхана психологтарына жеке-жеке ата-анасы, балалары, әкесі, ұл баласы келіп кеңес алуға болады. 3 емханасында 64 кабинет жеке-жеке дара жұмыстануға болады. Кейде адам өз өмірінде, қоғамда өзінің ойын жеке айта алмайтын кездер болған кезде психологқа келіп, психологтың көмегіне жүгінуге толықтай болады. Құрметті ата-аналар, бүгін сіздермен бірге отырып, кішігірім бала мен ата-ана қарым-қатынасын жақсартуға аз да болса күш салдық деп ойлаймын. Олардың денсаулығы, көңіл күйі тікелей өзімізге байланысты. Отбасындағы балалардың көңіл күйі үйдегі атмосфераға тікелей байланысты болып келеді. Егер де жеке сұрақтарыңыз болса, номер 3 қалалық емхана психологтарына жолығуларыңызға болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Енді орысша. Уважаемые родители, 10 октября каждый год у нас праздник Всемирный день психического здоровья. Психическое здоровье – это основа благополучия каждого из нас, при котором мы можем реализовать свой потенциал и способности, противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый вклад в жизнь общества. В процессе жизнедеятельности человек страдает и от всевозможных стрессовых ситуаций, а следовательно, это может привести к расстройствам и болезням. Именно его охране посвящен этот Всемирный день здоровья. Некоторые вопросы могут быть очень сложными и трудными, но мы можем связаться с людьми, которые могут нам помочь. Если кто-то из ваших знакомых находится в сложной ситуации, есть шанс получить помощь. Всегда помните, вы не одиноки. Для родителей и педагогов. Как говорил Бродский, мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Аутоагрессия среди подростков и молодежи – это очень страшно. Эти все листовки вам отправит куратор, горячие линии, услуги, а также в номер 3 поликлиники вы всегда можете отдельно получить консультацию в 64-м кабинете. Индивидуально каждому клиенту окажут помощь психологи номер 3 поликлиники, городской поликлиники. Құрметті қатысушылар, енді бүгінгі тренингтен алған әсерлеріңіз туралы чат бөліміне жаза қойсаңыздар, және де психикалық денсаулығымызды қалай бағалаймыз, қазіргі көңіл күйіңіз қандай, чат бөліміне жаза қойсаңыздар. Бүгінгі тренингтен алған әсерлеріңіз, психикалық денсаулығыңызды қалай бағалайсыз, қазіргі көңіл күйіңіз қандай. Уважаемые участники, к вашему вниманию рефлексия. Напишите, пожалуйста, в отдел чатов впечатления от сегодняшнего тренинга, как вы оцениваете свое психическое здоровье и как вы чувствуете себя в данный момент. Ждем ваши ответы.
Получаем первые ответы. Бірінші жауаптар келіп жатыр. Бүгінгі тренингте жақсы әсер алдым. Қазір көңіл күйім тамаша дейді. Қуаныштымыз, рахмет. Топтарын жазып жатыр. Тағы да белсендірек. Уважаемые участники, ждем вашу оценку. Было ли полезно для вас? Есть ли вопросы? Сіздерге үлкен рахмет. Өте әсерлі әрі пайдалы тренинг болды. Тренинг керемет өтті. Өте керемет тренинг болды. Өте керемет көңіл күйдемін. Қуаныштымыз. Көшербаева Назерке, бүгінгі көңіл күйім жақсы. Осы тренингтен кейін өте жақсы көңіл күшті, өте жақсы және күшті әсер алдым дейді. Сахипова Камила, рахмет көп-көп дейді. Сіздерге де рахмет қатысқандарыңызға. Смайлики, ұнады, керемет, өте тамаша. Керемет, хорошо. Осымен онлайн шарамызды аяқтаймыз. Құрметті қатысушылар, сұрақтарыңыз болса, әрдайым жекеге шығып жазуыңызға болады. Уважаемые участники, на этом заканчиваем наше онлайн мероприятие. Если будут вопросы, индивидуально можете обратиться. Мы вам отправим раздаточный материал. Ваши кураторы вам отправят в чаты. До скорых встреч. До свидания. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.